үлкен болса, орғаның балауса болмас. Кеш жарық эфирде ақ мама келешегі кемел баланы қалай тәрбиелеген жөн деген сұрақты өзіне қоя білген ойлы ата-анаға арналған алғашқы жоба. Сонымен ақ мама алқасына кезекті үміткерлерімізбен танысайық. Шынықса шымыр болады. Бұл 7 айлық ұлдың анасы Сабинурдың ұраны. Менің балам суық су ішеді, жалаң аяқ жүре береді, сквозняктарды қорықпайды. Сол үшін иммунитет қатты болады. Сауданың тілін жетік білген ана Айша. Миллионда ақша тапсаң да балаға бір тиында берме дейді. Қазір енді көп атана өзі бай тұрғанда бала шағасына бәрін беріп қояды. Осылар қиыншылықты көрмесінші деп, ол бірақ қате санау. Мен, например, баламды 1000 теңге беріп магазинге сүт алып кел деп жіберсем де, каждый тиынды санап аламын. Киноактриса Гүлшарат Жұбаева. Әр адам өз өмірінің сценарийін өзі жазады деп біледі. Айтады ғой, күйеуіңді қандай сыйласаң, өзің ханның әйелі боласың деп, сол үшін мен патша деп есепте еркелетемін, өйткені өзім де оның қасында қаншайымда жүргім келеді. Аспанда құстай ұшып, талай трюк жасайтын акробат мама Камила бар қорқыныш тек мида деп біледі. Менің балам, менің ойымша өте ерекше, өткені ол андай көп қимылдайды, гиперактивный дейді ғой. Сол үшін біз оны гимнастикаға бердік. 4 ана студияға келмес бұрын өзара жақын танысты, бір-бірінің үйіне барып тәрбие әдістерін зерттеді. Енді бүгін 1-ден 5-ке дейінгі көрсеткішпен баға қояды. Бала тәрбиесі, тұлғалық дамуы, үй шаруасы сыналады. Сондай-ақ сарапшылар да жеңімпазды анықтауға үлес қосады. Қонағымыздың әр қайсында 5 балдан бар. Ең көп ұпай жинаған ана ақ мама алқасын тағады. Сонымен ардақты аналарымызда ду қол қошеметпен студиямыздың төріне шақырсақ. Аналарымызға тағда бір ду қол қошеметті танытсақ, өйткені бұл аналар өте ерекше, мыңнан суырылып шыққандар деп айтуға болады. Сондықтан мен сіздерді құттықтаймын. Жалпы бүгінгі кештен не күтесіздер? Бір опыт сияқты. Тәжірибе алмасу өте жақсы. Айша? Сол басқа аналардан сарап алып, сындарын тыңдап, өзіме түйем деген ойдамын. Керемет, керемет. Осы уақытқа дейін көп аналар мен өзімнің үздік екенімді дәлелдегім келеді деп айтатын еді. Мен жеңгім келеді деп. Ал сіздердің ниет пиғылдарыңыз мүлдем басқаша екен. Тағы да сіздерге қол шапалақтауға болады деп ойлаймын. Арнаулы мамандар, қонақтарымыз студиямыздың төрінде. Ақ мама жобасының тұрақты сарапшысы, ең көп талқыға салынатын сарапшы ол Санжар Тұрсынметов, психиатр, нарколог, Жұлдыз Тойбай, балалар психологы, Жасулан Сейтқалиев, отбасылық коуч, психолог, Камшат Әкім Қожа, әйелдерге арналған Сырласу журналының бас редакторы. Камшат, аналарымызға бүгін не тілейсің? Жеңіске жету үшін не маңызды деп ойлайсың? Тек өз-өздеріне деген сенімділік. Сенімді болыңыздар өздеріңізге. Біз де сіздерге сенеміз. Рахмет. Ендеше бүгінгі бағдарламаны бастайтын ару, ол Сабинур. Сәлем. Қандай сен ерекшесің үшін айтқан кезде,
Сабинур, сен кезінде Жақ Қалиппен бірге ән салғасың деген ақпарат бар, рас па? Рас, мен көп әндердің ішінде бар. Әнші туралы мен студияда жұмыс істеймін, сол үшін. Түрім көрінбейді, бірақ даусым бар дейсің. Иә. Ол «Созвездие ангела» деп аталады. Өте танымал ән. Аха, жарайды. Ендеше бүгінгі бағдарламаны сенің әсем әніңмен бастасақ. Мен сені сахна төріне шақырамын. Жарайды, басталсын. Рахмет. Ал, кеттік. Менің күйеуімді шақырамын. Біз Добро пожаловать. Біз кешкеден бастап мына өлеңді дайындадық. Мен сол өлеңді өте жақсы көремін. Бірақ мына күйеуім аты Юрий, есімі Юрий. Сол үшін кешкеден бастап дайындап отырдық. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрілді. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен көрілді. Қалың ағаш жапырағы сыбырласып өзді-өзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі, көрінбей жердің топырағы, құлпырған жасыл жер жүзі. Сабинурдың қошеметтеріңіз. Енді келіп осы елімізге, осындай қоғамға пайдалы өз өнерлерімен, өз бір энергетикаларымен бөлісіп жатқан өте керемет. Енді бұл жерде Юрийдің Сабинурды қолдап келіп отырған өзі, ерлі-зайыпты қарым-қатынастардың арасында бір-бірінің сол жақсы жақтарына фокусты аударып, бір-бірін аша біліп, бір-бірлердің қасында жайнап, осылай жайқалып тұрғаны қандай керемет. Күйеуінің қолдауы әрине өте маңызды. Какова была ваша реакция, когда Сабинур сказала вам о том, что хочет принять участие в проекте «Ах-мама»? Ну, знаете, у меня Сабинур звезда, поэтому я вообще не удивляюсь этим моментам. То есть я, наоборот, топлю за то, чтобы она больше участвовала в передачах, поскольку я считаю ее очень эпатажной и вообще очень талантливой. То есть вы считаете, что она достойна титула «Ах-мама»? 100%. Что вы ей пожелаете? Я желаю ей оставаться собой и делать все то, что она делает. Все прекрасно. Браво! Сабинур, шын айтқан кезде, сахнадан сізді көріп, байқағаным, сахнаны сағынып қалғанға ұқсайсыз. Рас па? Я сағындым да, қорқау бастадым да. Неге қорқа бастадыңыз? Өткені көп уақыт өтті да, үйде басқа бір нәрселерді істеп, қолым басқа нәрселерді үйреніп істеді. Сол үшін бірінші рет шыққаным сияқты. Бірінші рет сияқты. Мен шын мәнінде ән айту бөлек, сахна ол мүлдем бөлек дүние, ал бала тәрбиесі ол мүлдем басқа әлем. Сондықтан Сабинур, өзіңізбен жақынырақ танысайық, экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Біз Сабинурдың аналық қырын сынайтын боламыз. Сәлем, менің атым Сабинур. Мен 29 жастамын. Менің мамандығым ол ана болу біріншіден. Сосын мен әнші, жазушы, басқа әртістерге ән жазамын. Мен өнер адамын.
мен де күйеуім де. Сосын біздің кішкентай балапанымыз бар. Өнер адам болады ма білмейміз. Біз күйеумен тату істеген уақытта кездестік. Бір көргеннен ғашық болып қалдық. Менің кішкентай балам бар, ол 8 айда. Мен оны 2 жасқа дейін тәрбиелемеймін. Оны тек қана махаббат сыйлаймын. Ол өте ақылды, күшті бала. Біз оны спортқа бергіміз келеді. Себебі ол 6 айдан бастап тұрды. Диванны ұстап тұрды. Қазір ол кішкене жүре береді. Мен оны қазір жынысына бөлмеймін. Біз оны шынықтырып жатырмыз. Менің балам суық су ішеді, жалаң аяқ жүре береді. Сквозняктарды қорықпайды. Сол үшін иммунитет қатты болады. Мен өзімді ақ мама деп санаймын. Өйткені менің балам бақытты отбасында өмір сүріп жатыр. Енді бойыңызға бала біткен кезде сіз өзгере бастадыңыз ба? Өйткені шын мәнінде мынау кадрларға қарайтын болсақ, сіз сахнадан оңайлықпен кетпейтін адам сияқтысыз, бірақ қазір бәрінен бас тартып 100% көңілім балада деп айтып жатсыз. Сіз туған туыстарыңызды танымай жатқан болар? Не болды біздің Сабинурымызға деп? Өмірім 180 градусқа айналған. Бала жоқ кезде мен бәрі өзім туралы болған. Маған, менікі, менде басқа бір другие местоимения. Бірақ бала бар кезде өмір толық болып қалды. Өзіңіздің сұхбатыңызда мен баламды жынысына бөлмеймін дедіңіз. Осын түсіндіріп өтсеңіз. Ол Еуропадан сияқты емес, бірақ 2 жылға дейін мен демеймін солай нәрселерді. Ты мальчик, ты не должен плакать, сен ұлсың, сен солай жесткий отыру керексің. Жыла береді, у него тоже есть чувство. Кішкентай кезде мен оны нәзік болып тәрбиелеймін. Мен оны әкесінің қолыға уже пожестче. Иә, тапсырамын. Жақсы. Айтыңызшы, сонда егер ұлыңыз мамам маған бір қуыршақ, айталық енді, кукла Барби алып берші десе, алып бересіз? Мен оған акценттемеймін. Кішкене көрсетіп, алып беріп, сосын басқа ойыншықтарға кетеміз. Чтобы не было сразу жоқ, болмайды, и у него тогда интерес еще больше будет. Балалар психологынан сұрайықшы, осы тұста шын мәнде біздің қоғамда ондай нәрсе бар, жынысқа бөлу деген, бала машинкамен ойнау керек, қыздар қуыршақпен деген сияқты. Егер ол бала айталық қуыршақ алып беруді сұрап жатса, үркудің қажеті бар ма? Әлде талабын орындағанымыз жөн бе? Менің ойымша талабын орындағанымыз жөн. Өйткені бала ол қуыршақ алып бер деп отырса, ол жерде түк несі жоқ, мағынасы жоқ. Просто оған ұнайды, сол эстетически ұнайды, и ода ешқандай қорқыныш болмау керек деп. Бұл жиі кездесетін мәселе, жалпы өзіміз бәріміз білеміз, балалармен дүкенге барған кезде бәрінің көзінше алып бер деген кезде ата-аналар не істерін де білмей қалады. Сондықтан бұл жерде басқа жыныс, бір жыныс деп бөлмей, бұл жерде баланың маңыздысы қалауын, қажеттілігін түсіне алу. Бірақ алып беру, алып бермеу, оған екінші мәселе болады. Сондықтан бұл жерде енді жынысына бөліп, бір сыйлық жаңағы ретінде қуыршағын атып тұрса, ол қандай мақсатта алғысы кеп тұр? Шыны керек, бәлкім қарындасын тілеп тұрған шығар. Әртүрлі мақсат болуы мүмкін. Сондықтан ол қандай мақсатта мейірімін төккісі кеп тұрған шығар. Ең бастысы ол ертең бір гей болып қалады-ау деген күдіктің барлығын біз ысырып тастауымыз керек пе? Әлде ертерек қой, өйтіп ойлауға ертерек жас өлшемін біріншіден ескеруіміз керек. Бұл жерде Сабинур өзі айтып тұр, 2 жасқа дейін мен оны бөлмеймін деп. Ол дұрыс та, бала өзінің кім екенін әлі түсінбейді де 2 жасқа дейін. Мүмкін. Содан кейін әкесіне тапсырам деп отыр. Кейін әкесі еркек ретінде тәрбие береді. Ал енді кейінірек, мысалы, 14 жаста маған қуыршақ алып берші деп тұрса, әрине одан күдіктену керек, баламен жекелей сөйлесу керек. Бұл жерден енді жас ерекшелігін ескерсек, ешқандай... Басында оны түсіндірмегендіктен кейін айтуына мүмкін. Сондықтан Сабинур ханым айтып жатыр ғой, оның жаңағындай қабылдай аламын, оның жаңағындай алып бере аламын, бірақ
әр нәрсенің шегі бар. Түпкі мағынасы мүмкін жаңа қоршақ алғысы келген ұл бала болса, 2 жаста, 3 жаста, может, кішкене қамқорлығын, махаббатын көрсеткісі келген шығар. Анасына сияқтышы. Сондай мағынада, мағынада типаждағы дүниені сұраған кезде, демек сол әйелден мейірімнің жетіспеушілігі болуы мүмкін. мағынасын түсіну керек. Ол бір, екіншіден 3 жасқа дейін бала аральды стадияда болады. Ол жерде жаңағы сен еркексің, сен әйелсің деп бөлмеген дұрыс. 3 жасқа дейін ол бала қалағанынша мүмкіншілік жасау керек, оптимальный. Жаңағы бұл кісінің ән айтқанның өзі бала тұрмақ күйеуін ұйықтатып тастайтындай тембр бар ғой. Сондай бір мейіріммен өскен бала ертең ашушаң болмайды ешқашан, депрессияға салынбайды, кез келген нәрсені байсалдылықпен шешеді деп ойлаймын. Негізінде 2 жасқа дейін ол жыныс сен еркексің деп тәрбиелеу, сол үшін өте дұрыс. Гиперопека болып кетеді. Жүкті әйел босанған кезде күйеуі жанында болса, серіктес босанудың салдары жайлы жарнамадан соң айтамыз. Көзге көрініп тұр. Үстіндегі сразу татуировкасына көзім түсті әрине. Бір шеттен тыс шығып кетеді. Байқаватсыздар ма, бұл кісілердің айтуы, мына кісінің тәрбиесімен мынандай бір бала ертең дайын болады. Джокер, бірақ Джокер қатын. Жырым-жырым мағынасы заттар салып тастаған, енді Балаға кішкене жаным ашыды. Мен шаршағанда мен еш нәрсе істемеймін. Бұлар көшеден отырып суши жей алмайды деп ойладыңыз ба? Вообще қонақ күтетін енді адамдарға ұқсамайды. Бүйтіп майысып, мен тамақ істей алмаймын деген әйелді көрген жоқ. Бұл Ақмама жобасы бүгін студиямызға бала тәрбиесінде үздікпін деген 4 ана келіп отыр. Цирк өнерінің шебері Камила, олың кішкентайынан үлкен аренаға баулып жүр. Кезінде пирожки сатып, қазір қатарынан 3 дүкен ашқан Айша Қадылбекова. Пәшкілеп ақша тапсаң да, балаға оны берме, дейді. Танымал актриса Гүлшара Жұбаева тұңғыш рет біздің бағдарламада отбасымен бала тәрбиесіндегі ұстанымдарын жасырмай айтпақшы. Ататалған аналардың ішінде Ақмама алқасына кім лайықты? Бүгін бағдарлама үміткерлерін әнші, композитор ана Сабинур қарсы алуда. Сәлеметсіздер. Маған енді кіріп келген кезде оның күліп қарсы алған ұнады. Өйткені позитивті көзқарасы және заманауи екені бірден көзге көрініп тұр. Үстіндегі сразу татуировкасына көзім түсті әрине. Ерсі көрінеді. Мен әншімін, менің күйеуім тату артист. Сосын ол художник. Мен оның музасы, да? Мен оның музасы, мен холст сияқты. Например, бізде олай салдыртпайды, даже кішкентай бір точкада салуға рұқсат емес қой, былай қарағанда. Ол қыздың до того ашық болғаннан кейін, андай такая яркая, активная болғаннан кейін, даже татуировкаға мән бермедім. Әйел адамның денесі өте әдемі ғой, негізі. Фантазиясы, эксперименттерін жасаған кезде, қазір мүмкін әдемі көрінетін болар, қазір бәрі заманауи сияқты. Бірақ уақыт өте келе, ертең бір кемпір болған кезде, қартайған кезінде бір ыңғайсыз көрінетін сияқты. Жалпы бірақ сізге қарап тұрып, мен өте жаңағы, мен сіз сияқты жасай алмас едім деп ойлаймын. Энергетику чувствуете, да, такая очень? Өйткені бұл енді қорқынышты мен үшін шындап келгенде. Өзі былай түркеліп еткен әп-әдемі қыз, ол денесіне сол татуировка салу арқылы әдемі көрінем деген, ол енді басқа қонбайтын әңгіме сияқты. Сонда сіздің жұбайыңыздың үстінде де осындай татулар бар ма? Оның үстінде татулар да бар. Бірақ сондай көп емес. Сізге өз рұқсатын осылай берді, е, сонда? Бүкіл денеңізге тату жасатуға. Иә, бірақ қазір дейді болды. Стоп, остановись. Өте жат, даже жолдасымды салдыртуға рұқсат бермейді олай. Мен денем холст деді. Ол күйеуін жақсы көргеннен кейін өз денесіне сүйретті, как будто өзі махаббатын так выражает. Біз көріп жүрген татулар көшеде көресің ғой, бірақ одан бір ерекше екен. Мағынасы бар ма оның, жоқ па? Біреудің беті тұр ғой, кімнің келбеті? Иә, ол Джокер, бірақ Джокер қатын. Жырым-жырым мағынасы заттар салып тастаған, енді
ерсі көрінеді. Суретті салғаннан кейін қандай да бір мағына бір өзінің бір пікірін беріп тұрса, мен түсінер едім. Бірақ бұл жерде мен түсіне алмадым шындап келгенде. Таңбаларыңыз көзге түсіпті. Ең бірінші татуировканы қанша жасыңызда салдырып едіңіз? Және қазір көрсете аласыз ба, ол қайсы? 17 жасында. Қазір көрсете алмаймын. Белімде. Белімде жоқ, белімде жоқ. Артыда, иә. Өзіңізге ең қатты ұнайтыны қайсы? Ең қатты ұнайтын татуировкам болашақта. Әлі жоқ. Себебі мен баламды я кормлю грудью, сол үшін қазір бір жыл істей алмадым. Бірақ менің солай арманым бар, менің күйеуім істейтін бір татуды. Сол ол ең жақсы көретін болады. Анау мынандай сұрақ қойған екен де, апа сіздің бетіңізге әжін түспейтін шығар депті де. Неге үйтіп айттың десе, түсетін жері жоқ қой депті де. Түсетін жері қалмақ деген екен де. Енді мен мына жерде салатын жер көрмей тұрмын, шынымен де баланы күтіп тұрғаннан кейін. Қазір денеңіздің шамамен неше пайызы суретте? Есептеп көрдіңіз бе? Неше тату бар әлде? 30-40% деп ойлаймын, 30% татуланған. Иә. Мойын тұсыңызда да. Бұл шын мәнінде ауыр процесс шығар? Жоқ, мойын ең ауыр процесс емес. Это стереотип па білмеймін, бірақ мойын ауыр емес. Мойын істегенде мен ұйықтап қалдым. Ең қатты ауыратын жер қайсы бұнда? Ең қатты ауыратын ол сүйектер үстінде. Сүйектер бар үстінде, ол өте қатты ауыр. Сабинур ханымның бұл жерде бәріміз психологиялық, психотипі бір ерекшеленуі, бір сол әрдайым өзін көрсететін жағы, күшті жағы. Балалық шағында бәлкім бір какой-то ішке бунт болған сияқты ма, бір әлемге мен бармын деген бір дәлелдеген сияқты да. Ол кейін былай кетіп бара жатыр, жаңағыдай айтып отқандай. Не себеп болды мына 17 жасыңызда алғаш татуировканы салғызу үшін? В семье, где воспитывают строго, дети, особенно в подростковом возрасте, стремятся нарушить законы, которые были указаны родителями. Поэтому чем больше даешь свободы, тем больше ребенок будет думать о своем и не стараться выйти за эту черту. Бірақ менің отбасымда өте қатал болған заңдары. Сол үшін мен бір күн сұрауын сұрамай бардым, бір тату істеп бердім, и сол үшін бунт он продолжался до тех пор, пока я не успокоилась 24-25 жасымда. Это бунт? Начиналось так, естественно, в подростковом возрасте. Я думаю, все, что мы делаем, отчасти берет начало в том, что мы хотим показать себя, мы проявляем себя. То есть если ваш сын, да, когда ему там исполнится тоже 17 лет, скажет вам: мама, я хочу сделать тату, то есть мы первым делом найдем красивый, хороший эскиз. Вы его поддержите? Конечно, но сначала я узнаю, почему он хочет его сделать. Попытаетесь понять смысл, да? Да, с первого раза, конечно, не соглашусь. Но самое главное, это когда нет запретов, и человек хочет тату, у него есть возможность выбрать мастера, выбрать безопасное место, безопасный салон, и это самое главное. Хош, адамның негізі сыртына қарап тон пішпе дейді. Ендеше біз сіздің балаға қалай қарайтыныңызды білсек. Экранға назар аударыңыз, сұраймын. Аз болсын жеп отырыңыздар. Рахмет. Сұрайын деген едім, Сабина, сіз тамақты тапсырыс бердіңіз, Иә, әрдайым мен шаршағанда тамақты тапсырып беремін. Қонақ жайлы емес екенін байқадым. Біз өзіміз енді сразу дастарханды жақсылап жайып, қонақ күткен кезде керемет қарсы алатын халықпыз ғой. Қанша шаршасақ та қазақ әйелдер қонақ келеді деген күн біз ұйықтамауға бармыз ғой, шындап келгенде, қонақ келеді, ертең біреу келеді дегенде біз тазалаймыз, оны алдын ала дайындаламыз, айтып кетпесін, сөйлеп кетпесін, көңіліне тимесін деген сияқты жақсы тамақ дайындап, дәмдісін ұсынуға тырысамыз. Бұл жерде ол кісінің көзқарасы кішкене басқаша.
мен шаршағанда мен еш нәрсе істемеймін. Пәтерді не жасалмаймын, жинамаймын, тамақ істемеймін. Ой, вообще қонақ күтетін енді адамдарға ұқсамайды мүлдем. Мен балам кішкентай болғанда 1-2 ай мен идеальная мамаша болып отырған. Пироги пекла, кушать готовила, за мужем смотрела, все успевала. Но внутри просто все устала, выгорела настолько, что сегодня мне уже, я уже в это не играю. Ол кісі енді ылғи сушиларды қойды. Еще өзі айтып қояды, ылғи осындай тамақ жейміз дейді. Вообще тамақ істемеймін, ыстық тамақ істемеймін деп. Мен айтам, күйеуіңіз сонда ыстық тамақ жемей ма десем, енді айтады, андасында жейміз, бірақ мен көбінесе осылай заказ беремін дейді. Газының беті де жабық тұрды ғой. Оған енді күнде өтіп сухой паек жей берсе де адамның несі асқазан ауыратын шығар деп ойлаймын енді. Тапсырыс беріп бір күн тамақ ішесін, екінші күн тамақ ішесін, үшінші күн білмеймін, енді берекесіз сияқты көремін өзім тапсырыс беріп тамақ ішкенді. Для меня важно оставаться милой, прекрасной для мужа и для своего ребенка. Оның бәріне де үлгеруге болады, күйеуге де, балаға да. Бізде 4 баламызға вниманиямызды да жасап, тамағымызды жасап отырмыз ғой негізінде. Сонда тамақтан сіздер не жейсіздер? Не жейміз, балық жейміз. Ет жемейсіздер? Ет жемейміз, жоқ. Жеміс-жидектер ғана ма? Иә, жеміс-жидектер и балық. Балаға кішкене жаным ашыды. Қажетті мөлшерде дәрумендерді алады деп мен өз басым ойламаймын. Сорпасын, жаңағыда ыстықтай шайын ішпесе, ол сүт білмедім, ол қалай шығатын сүтін. Ет жемейтін кісілер қаншалықты жаңағы, олар жаңағы бір өмірде несі денсаулығы ондай қатты керемет емес деп ойлаймын. Сол жағынан ойлайтынмын. Ет ол өте қиын біздің асқазанымызға. Сол үшін ғана ма, әлде сіз, может, бірден жеп жеркен қалдыңыз ба? Екінші, вторая причина есть, конечно, что это все-таки животное. Ет жемеудің өзінде ар жағында қанша дүние жатыр. Яғни ол жан-жануарларды өте жақсы көреді және аяйды. Прямо миға салып, тұрып ойлансам, біз оны ойламаймыз ғой, енді бәрі жеп жатыр, базарда ет сатылып жатыр, етті алып жейсің деген. Байқап жатқанымызда еркін бір шеттен тыс шығып кетеді. Енді мен соны байқадым, бұл жерде жақсы, жаман деген емес. Шектен тыс шығу не мәселесінде? Шеттен тыс деген, мысалы, еркіндікті енді мен өнерлімін деп, жаңағыдай үстінде артық салып қою. Немесе мен арасында енді енді ана болғаннан кейін, бір жұбайы болғаннан кейін шаршаймын деп, арасында бір емін еркін, үй жинамаймын, немесе бір тамақ істемеймін деген енді ол қалыпты жағдайда, бірақ әрдайым білтті, мүлдем мен осыны жасамаймын деген, ол бір екінші шеті деп ойлаймын. Мен Сабинұрды ештеңе дайындай алмайды деп ойламаймын. Пирог дайындаймын деп жатыр. Әйелде сондай период болады, шаршайтын кез, құлазитын кез, бірақ ол шабыт қайта келеді. Егер дайындай алатын болса, егер оған шабыт керек болатын болса, ол ертең дайындайды. Осы жерде сәл жаңағы Жасұлан мырзамен келісе алмаймын да, 1 жылға жуық декретте отырған аналар түсінеді, шаршайтын, құлдырайтын кез болады, құлазитын. Ал кейін қайтып қалпына келеді деп сенем. Бірақ кей аналар бар, әйелдердің типі үйде отыра алмайтын. Егер сырттан бір энергия алмаса, ол тоза бастайды. Мен өз басым сондай болғанмын. Өйткені балалы болғаннан кейін 100% көңілімді сол балаға берейін дедім. Бірақ одан кейін өз-өзімді түсінбеймін. Мен ашушаң болып бара жатырмын. Ұйықтағым келеді. Сонда енді кей мамандардың маған берген кеңесі, жоқ Дина, сіз үй үшін жаралмағансыз деді. Жұмысқа шығыңыз, жұмысқа шықсаңыз, бақытты болып жайнап жүресіз. Бағдарламаға келген мақсаты да сол Сабинұрдың. Өзін қайтадан шығару. Энергетикалық тұрғыда бізден алып, өз-өзіңізді бір байту. Мысалы, Сабина айтайын дедік, өз-өзін заставлять етіп тамақ жасады. Но шаршап тұр, не хочет. Ол жылқынып, баласына аузына тығады ол тамақты. Жылқынып, күйеуіне тарс деп тарелканы береді, атмосфера бұзылады. Бала да тамақ ішкісі келмейді, күйеу де тамақ ішкісі келмейді. Олай жасағанша,
лучше, когда она хочет, с желанием жасау керек. Бірақ та мен айтпаймын, мүлдем жасамау керек деп, потому что кішкентай балаға тамақ керек. Как раз мен Иә, осы жерін айттым да. Сол кезде Иә, ол өз-өзіңізді демалған қай жерде мен көмек ала аламын. Күйеуімді сұраймын, мүмкін ет кесіп бер, мен нан жасаймын, суп жасаймын деп, бірге келісіп жасау Күйеуіңіз де керек ет жемей ма? Күйеуіңіз де ет жемейді. Өзі жемейді, мен ешнәрсе не из-за меня, мен ешнәрсе демедім. Жесе жейсіз. Өзі жемейді, иә. Ал балаңыз ше, балаңызға ет бересіз бе? Балаға әлі 7 ай, біз Кейін қалай ойлайсыз? витаминдерді тексеріп, Гемоглобинін? аккуратно болып, постараюсь не давать, конечно, не во вред здоровью. И также взрослым... Етті бермеуге тырысамын дейсіз. Я. Также взрослым нельзя отказываться от мяса, нужно заменять мясо. Ешкім демейді, просто етті жемеңдер, и все. У нас рацион не рассчитан на то, чтобы не есть мясо. Қазы жеп көрейінші, бәрі қазы қарта деп жатыр ғой десе. Мен оның дәмін қатты жақсы көрмеймін, сол үшін маған оңай. Ал балаңыз ше, балаңыз? Это пищевая привычка. Балам ешқашан жемесе, жей алмайды. Осы күнге дейінгі енді тұрақты болып келе жатырмын ғой. Әрқашан бір қарсылас болатын негізі менде ше. Мына жақтан ше. Қазір 3 қарсылас болып отыр. Мен үшеуімен де келіспеймін мына айтып отқандардың. Шынымды айтайын да, үшеуімен де келіспеймін. Қазір баланы мынандай бір ақсаусақ қып тәрбиелеп келе жатырмыз. Байқап отырсыздар ма? Бұл кісілердің айтуы, мына кісінің тәрбиесімен мынандай бір бала ертең дайын болады. Ет десе ілініп-сілініп қалған бір еркек емес та. Мен білмеймін, мама мынандай же балам, мынау болмайды. Біздер берген жегеміз, Аллаға сансыз шүкір. Қазір тепсе темір үзетін жігіттің мен Құдайға шүкір. Мысалы бір болды, одан кейін жан-жануарға жан ашиды дейді. Жан-жануар, балықты жануарға жатады ғой негіз. Неге оған жаныңыз ашмайды? Ақыр жаныңыз ашиды, бүкілінен датқа жасаңыз. Тек шөп жеңіз. Шөп қоректі болып жүріңіз сосын. Біз негіз сүт қоректіміз да, сосын ет қоректіге ауысамыз. Негізінде. Бұл заң дәлелденген ұғымда, ал біз келемізде ол заңды өзгертіп жіберіп, мен сондай идеальный адам жоқ өмірде. Ет не береді? Гемоглобинді көтереді. Балаңыз анемия болмай, темір тапшылық анемияға шалдықпасын десеңіз, тепсе темір үзілсін десеңіз, етті көбірек жеу керек. Біздің мақсат елді өсіп келе жатқан өскелең ұрпақты аналарды тәрбиелеу. Мынауның ақ, мынаның қара екен. Біз соныкі дұрыс та беруге болмайды. Яғни дұрыс емес нәрсені дұрыс емес айту керек. Мен ет жейді, жемейді деген нәрсені айтқан жоқпын. Жоқ, қазір сіз бұл кісінің ешқашан отрицание байқаған жоқпын. Әр сөзіне положительный көзқарас көрсетіп отырсыздар да. Бұл дұрыс емес. Ет жеу, жемеу, каждый адамның өзінің выборы. Бірақ біз айтуымыз керек, ол нәрсенің құрамында не бар екенін, ол бізге не беретінін айтуымыз керек. Әркім өзі біледі, одан кейін шешімді өзі қабылдасын. Ал енді қазір сіз дұрыс дейтін болсаңыз, адамдардың бәрі ойлайды. Ет жемесең, демек күшті болып өмір сүреді екенсің осы адам. Бұл адамның генетикасы сондай ұзын, келбетті. Это не значит, бірақ ет жегеннен бұрын толып кетеді деген сөз. Ет жеу, жемеуді айтып отқан жоқпыз. Шаршап тамақ жасауды, шаршамай тамақ жасауды. Шаршап тамақ жасайды. Мен әйелім 6 жылдан бері үйленгелі. 3 рет босанды 6 жылда. Әлі күнге декретте келе жатыр. Бір бүйтіп майысып, мен тамақ істей алмаймын деген әйелді көрген жоқпын. Шыны керек, үйге келсем күліп тамағын істеп күтіп алады. Ал егер мысалы жалқаулық деген бұл әдет, ауру қалса да әдет қалмайды. Егер өзіңіздің бойыңызға жалқаулықты сіңдіретін болсаңыз, екі дүниеде де сізге мынандай қалса да сізге всегда сізде депрессия. У меня депрессия, расстройство у меня. У меня нельзя так. Өтірік, сіз қонақ шақырдыңыз. Үй шаруасы деген тақырыптың бар екенін айдан анық білесіз. Не бол соншама, суши стойкасы беріп, чай беріңіз, тамақ, салат кішкентай угощать етіңіз. Я так умею деп, сөзбен мен де айта аламын. Мен қазір Кенесары ханмен отырып, айта салам деп айта аламын. Бірақ мен істей алмаймын ғой оны. Сондықтан да сіз рас сөзіңізде мен пирог пісіре аламын дедіңіз ба? Шамалы кішкентай ауыз тигізбедіңіз ба? Бұлар көшеден отырып суши жей алмайды деп ойладыңыз ба? Бұлар үйінде отырып заказ бере алады. Сосын онлайн сөйлесіп салуға болады деді. Қонақтар менің үйімге келді. И как я живу, так я и показываю. Мен сызғынып отырмаймын, мне не важно, что обо мне подумают. Менің ішімдегі көңілім ол біріншіден. 7 айлық ұлымды тастай су ішіп, суықта көрпесіз жатуға үйреттім деген Сабинурдың тәрбие әдістерімен жарнамадан соң танысамыз. У моего ребенка начало останавливаться сердце. Әйел роддомға кетті ма, достарына шақырады, кафеге барып ішеді. Холодильникте мұздай болмай ма балаға? Баласының аузынан кішкене шаштар алдым деген сияқты. Әйелдерде мынандай да фанатизм көп. Я не так часто мою руки, қолын жумаймын. Бір күндік, екі күндік пәтерлер сияқты. Әлі кішкентай сияқты.
балаға ондай бір жаңағы эксперимент жасауға шындап келгенде. Шаң көп үйінде. Шкафтардың ішінің өзінде ашып қараған кезде былай шаң көрініп тұр. Я проживала ад, и я не пожелаю это врагу. Ақ мама үздік аналарды бір арнада тоғыстырған жоба. Бүгін тәрбиесі тың жаңа төрттік сайысқа түсті. Акробатшы, саудагер, актриса, әнші. Мамандығы түрлі болса да, бұл аналар үшін ортақ тақырып бар. Ол бала тәрбиесі мен отбасы шаруасы. Үздік ана кім? Мұны анықтауға бізге сарапшылар да көмектеседі. Олардың әрбірінде 5 балдан бар. Финалдық бәйгеде мамандар таңдауының кімге түсерін бірге білеміз. Адамнан адам шығу ол өте қиын негізінде. Бірақ біз әрине әйелдер, босанған әйелдер бұл туралы айтпауға тырысады, өйткені ешкімді қорқытып алғымыз келмейді. Өйткені әр адамның физиологиясы әр түрлі. Біреулер үшін бұл шын мәнінде оп-оңай да болуы мүмкін. Осы бір кезең туралы сіз аналарға айтып берген екенсіз. Экранға назар аударсақ. У меня случилась такая жутчайшая история. Я не была к ней готова, хоть я читала много. Конечно, наверное, ко всему не подготовишься. Роды проходили 3 суток. Үш күн тамақ жемей, ұйықтамай, мен сол роддомда жатып, мучилась очень сильно. Я претерпела то, чего можно было избежать. Я мучилась 3 суток, попав с схватками на 41-й неделе, не ела, не спала. Я терпела схватки, которые в конце концов закончились операцией. Первый же день можно было узнать, что я терплю зря, потому что у моего ребенка было тройное тугое обвитие, и сама бы я все равно не родила. И претерпев все это, у моего ребенка начало останавливаться сердце. То есть он не кричал, он был весь синий, он 3 суток вместе со мной страдал, и он 3 суток задыхался. Да. И я проживала ад, и я не пожелаю это врагу. И вот это самое тяжелое, что вообще можно услышать женщине, которая рожает. Я пытаюсь до сих пор это все пережить, и, конечно же, надеюсь, что один день я проснусь и пойму, что меня это больше не беспокоит. Сіз сонда осы балаңызды жоспарсыз босанып отырсыз ғой, иә? Екіншіні жоспарлаймын. Жоспарсыз, иә? Я нет, шучу. Конечно, моя история заставила меня задуматься о том, екінші болады ма. Я благодарна своему мужу за то, что он был рядом со мной, и я считаю, что вообще мужей надо брать с собой на роды, потому что это, во-первых, поддержка, во-вторых, это заставляет мужчин немножко увидеть долю женскую, что вообще происходит, какой крик стоит в коридоре. Конечно же, после рождения ребенка я четко увидела, как его полностью отношение ко мне, отношение к женщинам очень сильно изменилось. Айтыңызшы, белгілі бір уақыт өтуі керек пе? Қалай ойлайсыз? Сабинурдың осы жүрегіндегі жарасын бір жазудың амалдары бар ма? Өйткені текті ұрпақ. Уақытты қажет етеді. Бұл мына послеродовой депрессия расстройство бар ғой, депрессивный расстройство именно род кезінде, босану кезіндегі күйзелістің түрі ауыр болады негізінде. Негізі бұл физиологиялық дүние. Жалпы босану деген физиологиялық құбылыс. Бұл адамнан адам шығу. Бірақ енді ол нәрсені, егер жаңа сыртқы ортадан келген әсерлер, ойбай үйтесің, бүйтесің деген дүниелер сізге депрессия алып келеді да, сіз аяқ жағында сол расстройствоға кіріп кетесіз. Сондықтан сізге, мен ойлаймын, психологпен жұмыс жасаса, пожалуйста, менімен жасаңыз. Мысалы үшінші, мен ойлаймын, ол нәрсені жақсы жағына көзқарасты ауыстыруға болады. Тура осындай мысалға қазір ойда, қорқынышта отырған әйелдерге бір лайфхак кеңес бере аламыз? Коррекция жасау керек. Всегда. Депрессия кезінде психокоррекция жасалынатын болса, онда ол ешбір дәрісіз дер кезінде жасалынса шығып кетеді. Ал енді ол жасалынбайтын болып депрессияға кіріп кететін болса, онда уже нейролептиктер немесе антидепрессанттар. Яғни асқынып кетуі мүмкін. Асқынып та кетеді. Тіпті ол ситуацияда шыға алмай да қалуы мүмкін. Әйтпесе бізде бар ғой қоғамда қалыптасқан, әй, ұмытылады, уақыт өтсін,
бәрі жақсы болады деп. Олай жасауға болмайды. Қорқыныш қалып қалады іште. Темірді қызуда бас деген. Егер сіз ол нәрсені көріп тұрсыз ба, өзіңізде обсессивный компульсивный расстройство деген нәрсе бар. Кез келген мысалы бір адам вирустан ауырды деп өлді дегенді естісе, мен егер ол нәрсені өзіме қатты қабылдайтын болсам, менде обсессивный компульсивный расстройство басталады. Ал адамдардан алыс жүруге, қолыма перчатка киіп, жаңағы сондай болып, өз-өзімен қорқып жүріп, ақырында содан өлемін да. Егер кім неден қорқатын болса, сол бәлеге душар болады. Сондықтан да Іште сақтамай оны шығару керек. Юрий, сіздің босану процессіңізге қатысты. Былайша айтқанда партнерские роды. Юрий, это ваше решение? И почему вы сделали именно так? Скажите, это вообще не страшно? Потому что многие мужчины на самом деле отказываются. Это же моя женщина, она будет через это проходить. Как я ее оставлю одну? Если я ее оставлю в этом, то я могу ее где угодно оставить. Это неправильно. Мой сын приходит на свет. Я должен присутствовать в этом моменте. Я должен быть поддержкой ей и ему. И для меня это величайший опыт, который меня действительно изменил, как Сабинур подметила. Вообще действительно поменялось отношение к женщинам. Я не думал, что у меня есть какое-то предвзятое отношение. Но то есть я понял глубже, через что такое вообще доля матери, насколько она сложна. И ты сразу своих родителей понимаешь, какие они, почему они к тебе относились так или иначе. Я всем советую вообще пройти этот опыт. Серіктестік босану деп айтып жатамыз. Қатыстыңыз ба? үшеуін де өзім босандырғам. Өзіңіз? Мен әйелім дәрігерлерге сенбейді. Мен өзім де дәрігермін ғой. Мен кірмесем, звондай береді. Кірсеңіз кір, сосын кірем. Кірем босанады. 3 баламды да өзім, енді соңғысы ковидқа келіп қалды да, сосын кіре алмай қалдым. Бірақ қасында тұрдым. Ол босану деген физиология болғанмен оңай дүние емес. Сондықтан да ол адамға всегда поддержка надо, қолдау керек болады. Сондықтан мен еркектерге айтам, ал жасағанда, мысалы үшін жасап алып кетіп қалуға болмайды ол кезде. Босанады ғой әйтеуір, анамда туды ғой деп айтуға болмайды. Ол әр қашан оның қасында екенін сезіне білу керек. Ол жалғыз емес екенін, ертең бұл бала келгенде де екі жақтан қол қуат болатынын түсінсе, онда ол әйел қиналмайды деп ойлаймын. Мен кірген жоқпын. Неліктен? Өйткені әр отбасыда әр түрлі, бір отбасыда осылай деп, бәріне бірдей үйтіп айта алмаймыз. Неге? Өйткені әйеліңіз қалаған жоқ. Әйелдің қалауы бар. Келісім бар. Араларында келісім, ол жаңағында кетіп қалу өзім босан емес. Бірақ келісім, қалайсың ба, мен қалайым ба, сен қалайсың ба деген бастысы ерлі зайыптылардың арасындағы бастысы серіктестікпен ақылдасу. Сондықтан ол қалай, өздеріне қалай. Ал ол жерде бір-бірлерін қолдау. Осы тұста мына бір статистиканы келтіріп өткім келіп жатыр. Қараңыз, Италияда ұлттық институт бар. Олардың жүргізген статистикасына сүйенетін болсақ, күйеуі босануға серіктес болып кірген әрбір 3-ші отбасы ажырасқан екен. Яғни күйеуі серіктес босануға қатысқан отбасылардың 81% ажырасқан делінген олардың ресми статистикасында. Бірақ әрине ол елдің менталитеті мүлдем бөлек және ажырасуға бәлкім басқа себептер түрткі болған шығар. Серіктес болу деген сөз басына барып қарап тұру деген сөз емес. Түбіне қарап тұру деген сөз емес. Ол болған шығар, бірақ коридордың сыртында тұрса да, ол адамның бар екенін сезінеді. Біздікілер айтады, әйел роддомға кетті ма, достарына шақырады да кафеге барып ішеді. Мен әйелім босанып жатыр. Адамнан адам шығып жатыр. Сен хотя бы соның қасында болмасаң да, сол жерде тұр, кішкентай сол жерде қолдап қуатта, сонда ол әйел өзіне сенімді болады. Сенің жоқтығың сенімсіздікті көрсетеді да, ол әйелдің туылған кезінде жаңа қатты қиналуы мүмкін. Солай болмас үшін мен айтып отырмын, прям жаңа врач қысап, ол сен по-любому жолатпайды врачтар ол жерге. Мен просто дәрігер болғаным үшін мен өзім болдым. Тігісті де өзім салған. Мен өйткені хирург болдым ол кезде. Бірақ мен айтып жатқан жоқ, мен дәрігер болдым. Бәрін кіріп тұруым керек емес, қолдау керек. Ер адамнан әйелге всегда қолдауды жасау керек. Онда мен қатыстым. Ол қатысу деген екі аяғын ұстап бірге кіру ғой, онда сыртында күту болса қатысты. Ол сіз қолдадыңыз, факт что сіз қасындасыз. Бірақ та еркегі адам кіру, қасында прям бұт қарап тұрмай өз қалау, шыдайым десе, психика мен шыдайды, мен дайынмын десе, жарайды. Бірақ та көп еркектер онда психикалық түрде шыдай алмауы мүмкін. Жиіркеніште сезім пайда болуы мүмкін. Мен сол үшін айтып, ол жерге қараспайды да ешкім. Ал енді әйелдердің де қалауын ескеру керек. Мен жеке өзім 3 рет босанғанда да күйеуімнің кіруіне қарсы болдым. Ол менің қалауым. Маған тек қана оның рухани қолдауы ғана қажет.
соңына дейін мені апарып, киіміме дейін кіргізіп, қайта-қайта жаңағы телефонмен жағдайың қалай деп сұрап отырғаны, оның сол күні жаңағы достарымен тойлап кетпеген, міне сол маңызды. Ал әйелдің де қалауын ескеруіміз керек. Мен оны қаламаймын. Ендеше жалғастырайық, келесі ақпаратқа назар аударуларыңызды сұраймын. Жүріңіздер, танысып қояйық. Привет. Привет! Что за красавчики тут? Привет. Как дела? Привет. А секундочку, нам нужно взять паузу. Танысып қой, Юрий. Бұл қыздар, это бұл Сәлеметсіз бе? жолдасым менің. Есімі Юрий. Ол тату артист. Мен бағана сөйлеп бердім. Күйеуінің жұмысына барған кезде күйеу басқа қыздың денесіне татуировка жасап жатыр екен да, аяқ бетіне. Сосын маған вообще қатты ерсі көрінді. Менің ойымша уже бала болғаннан кейін басқа бір тұрақты бір жақсы жұмыс істеген дұрыс болады деп өзім ойлаймын мен сөйтіп. Познакомьтесь, как мы живем, как мы работаем. Юрий очень хорошо мне помогает. Я приношу даже на работу свою лялечку. И он играет и посвящает ему время от всей души. И полностью погружается в процесс, да, чем я очень горжусь. Қалай қызғанбайсыз ба, қалай болды сізде дегенде, ол кісі маған айтты. Бірінші уақыт мен қатты қызғандым деді. Что қызғану керек емес екен, доказал деді. Сабина, сонда сіз қанша уақытқа балаңызды тастап кетесіз күйеуіңізбен? Могу оставить бір суткаға. И не буду переживать вообще. Жұмыс жасамай ма сонда күйеуің? Жұмыс да жасайды, балаға да қарайды. Бәрі істейді. Сол үшін өте қатты сүйем жолдасымды. Енді Сабина енді күйеуін сол өзінің несіне қаратай, ыңғайына қаратай тәрбиелеген сияқты ғой? Ну, максимально вообще ночью, как бы, я даю Сабинур выспаться. Я понимаю, насколько ей очень сложно. Я вот, находясь с ребенком даже день-два, я понимаю, насколько там 9 месяцев, это вообще очень трудно. И я даю ей выспаться, по ночам мы сидим с ребенком. Бізде енді ондай қаралмаған ғой, күйеуіміз бала қарамақ түгілі. Сол біз әбден сондайға бейімделгенбіз ғой, таңнан кешке дейін сөйтіп жұмыс жасап, тамағын істеп, күйеуіміздің жағдайын жасау үшін. Вот, усыплял я также наравне с Сабинур, то есть находил к нему. У меня свои подходы, у нее свои к этому. Это же целое. Свои песни для него, которые я сам придумываю на ходу. Вот, также кормлю сам его. Вот сейчас, собственно, очередной нередкий случай, когда нужно отлучиться. Например, со спокойной совестью оставляю своего сыночка. А я продемонстрирую свое мастерство. Давай. Не только в татуировке. Давайте посмотрим. Біздің қазақи папаларымыз бұндай нәрселерді көп істей бермейді. Бір жағынан өзім де көп араластырғым келмейді, дегенмен қажет кездер болып қалады. Кейбір кездер мамасы ауырып қалады, анасы ауырып қалады, немесе тіпті мүмкіндік болмай жатады, қонақ келіп жатады деген сияқты. 2-3 балалы болғанда. 2-3 балалы болғанда шамаң жетпей кетеді ғой кейбір кездері. Ал мен қазір қарап отырып, шын айтсам, сүйсініп отырмын, бір-бірімен қандай керемет шығып, мынау баланың өзіне әкесінің бүйтіп тәрбиеге араласқаны кәдімгідей үлкен көмек және не ғой? Менің ойымша ол ер адамға да ответственность сезеді. И содан кейін әйелінің арасында және баласымен арасында қарым-қатынастары дұрыс болады. Вот мы и закончили. Готовы к новым свершениям. Енді мұнда қошеметті біз Юрийге білдіреміз бе, әлде Сабинурға ма? Екеуіне де ғой? Екеуіне де. Бұл керемет, негізі үйлесімділік. Менің ойымша, бала дүниеге келгеннен кейін ата-ана екеуі де сол баланың өсіп өркендеуіне жауапты. Айша ханым, сіздің күйеуіңіз қалай ойлайсыз, осы видеоны көргеннен кейін не дейді? Ертең менің Юрийден қай жерім кем? Кел, подгуздегін алып кел, өзім ауыстырам десе. Ай, қайдан мұндай болмайды. Кім білсін, бәрі болуы мүмкін. Хабарымыздың басында естеріңізде болса, Сабинур мен баламды шынықтырамын деген болатын. Сол бір методикалармен танысайықшы. Солнышко, малыш, сына. Идем сюда, сына, давай. Тетеньки какие, приходи ко мне. А он, наверное, хочет пить. Я вот из холодильника достану. Бала көпшіл сияқты. Менің балам болса, ол қашат еді.
Холодильниктен мұздай болмай ма балаға? Мұздай су алып беріп жатыр ғой холодильниктен. Мен өз басым 4 балама өйтіп, енді кішкентай кезінен өсіп холодильниктен мұздай су алып берсек, біздікі сразу жүйтеліп қалады ғой. Холодильниктен мен специально берем. Я закаляю сына, потому что... Ұстап көрсе болады ғой? Я. Мен үшін салшы. Мынандай судан біздің баламыз сразу жүйтеліп қалады ғой. А ол кішкентай 7 айлығынан бастап мұздай су берген дұрыс емес деп ойлаймын. Кішкене енді өсе келе 2-3 жастан бастап енді өзі баланы өзі уже іше бастайды ғой. Кішкене әр күні бергенде ол со временем устойчивый становится, сосын жөтелмейді. Ондай қатты суық бере алмаймын. Бәрібір аяп тұрам баламды. Мен өзім комнатный температура берем. Енді мен оған да келіп жатырмын, что баланы суыққа да ыстыққа да үйрету керек екен. 2 ай бұрын мен по капле, сосын еще холоднее, чуть больше, холоднее, больше. Теперь окна открыты, а он без градус болғанда біз памперспен жүреміз, трусемен жүреміз, спим открытый, не укрывается. Солай, трогаешь ночью, мұздай, бірақ утром все хорошо. Әлі кішкентай сияқты. Балаға ондай бір жаңағы эксперимент жасауға шындап келгенде. Біз өзіміз жалаң аяқ жүрдіртпейміз баланы. Кешке дейін аяғыңа ки деумен жүреміз ғой балаларға. Енді қазір Сабина арқылы менің өзім көзім жетіп жатыр, что действительно баланы закалять еткен дұрыс па деп. Баланы айтпағанда мен түсінген Гүлшарат, сіз үшін де сол су салқын болды. Өзіңіз ішпейсіз ғой, иә? Мен өзім ондай қатты салқын ішпеймін, өйткені бірден тамағым ауырады. Балаларым да сондай. Бір нәрсені замечать етіп тұрмын да, как будто Сабинада вот айтып отыр ғой, туған кезде бір какой-то страх болды. Бала екеуміз жоқ болуымыз мүмкін 100 жыл бұрын болғанда, медицина болмағанда деп. Сол страх арқылы как будто чересчур баласын даже мынандай кішкентай кезінен бастап суық су беру деген мен ойымша дұрыс емес. Сол страх бойынша как будто она чересчур хочет его мынандай подготовить как будто к чему-то. На самом деле, любой организм жылы ішкен дұрыс деп есептеймін. Жалпы заңдылық бар, 0 жастан 3 жасқа дейін бала дүниеге келгенде мен керекпін ба, керек емеспін ба деп қарайды. Мені жақсы көре ма, жақсы көрмей ма деп қарайды. Сондықтан бұл жерде оның барлығы заңдылық бойынша медицина саласында да бізде дінімізде де айтып кеткен 2 жасқа дейін баланың емізген жақсы. Ол әр бір өзінің ананың сүтінен артық. Бұл жерде суық, жылы болса да емес, ананың сүтінен артық нәрсе жоқ. Сабинур, емізесіз ғой? Ендігі мәселе, бала жалаң аяқ үйде жүре береді дедіңіз. Айшаның айтуы бойынша жүргізбейсіз. Өйткені суық табаннан кіреді деп ойлайтын шығарсыз. Бала тұрмақ күйеу маған айғайлап отырады, аяғыңа ки, аяғыңа. Әпішке киіп ал деп, иә? Бала кішкентай бала тұрмақ. Аяқты жылы ұстау керек. Аяқты жылы ұстау керек. Адаптация, дағдылану деген сөз. Біріншіден бір нәрсені ескеру керек, бәлкім білсе керек, білмесе керек. Емізулі ананың кеудесінде температура әрқашан 36-6 болмайды. Болмайды? Болмайды. 37-ден жоғары субфибрилді болады. Егер түсіне білсеңіз, көкіректе, мен соны айтып тұрмын. Неге? Өйткені оның температурасы жоғары болады. Бұл бір. Оны емізгеннен кейін артынан су берген дұрыс емес, өйткені дисбаланс болады. Дисбаланс, яғни ыстық бердіңіз, артынан суық бердіңіз. Ол кезде сіз балаңызды ауыртасыз. Сорпадан кейін су берген сияқты ғой, иә? Иә, сорпадан кейін су берген сияқты. Ол уже сорпамыз сіңу үшін бермеген абзал. Ал енді жаңа бір қасықтан аздап адаптация жасау, ол нормальный. Бір денен аузына тыққан жоқ бұл кісі. Дене дағдыланады кез келген нәрсеге. Сондықтан да мен бұл нәрсені дұрыс емес, сіз қате деген ұғымнан аулақпын. Жарнамадан соң қарсыластарының Сабинурға бала тәрбиесі, тұлғалық даму және үй шаруасына қойған бағаларын білеміз. Бүгін ақ мамада бірге толмаған ұлына тастай су беріп, мұздай суға шомылдырып шыңдаймын деген ана Сабинур бақ сынауда. Денесін таңбалаған ана ұлымды жынысына бөлмеймін, еркіндік пен бостандықта тәрбиелеймін дейді. Сонымен Сабинурға аналардың берген бағасын білсек. Я в целом стараюсь давать больше свободы ребенку. Вот он ходит босиком, я не так часто мою руки, қолын жумаймын. Бәрі жаңа микробтарды
ол жаңа келген адам. Бір микробларды танысу керек. Қанша микробтармен таныстырады, сосын 20 жаста тем больше у него будет, да, сильнее организм. Солай, бірақ, это, конечно, не значит, что он у меня с пола ест. Даже қолымды жумаймын дейді, өзі де айтып отыр. Күніге мен қолымды қайта жуа бермеймін, тамақ істеген. Ну, енді дастархан жайғанда да деп отыр ғой. Ал баланың қолында деген қаншама микробтар болады ғой, сол микробтармен таныса берсін дейді, ол жей берсін дейді, оған қарсы емеспін дейді. Сол жағы маған енді ерсі көрінді. Он же ползает, ну не доглядишь. Вот шашым төгіп кетті, мен бағана дедім ғой, бәрі менің шашым, оның на пальце, я қолында. Такая жизнь, наверное, не зря придумана, что ребенок сначала ползает, облизывает пол, встает на ноги и уже ходит, уже чистенький потом. Шаштар бүкіл жерде жатыр екен, шашын жинап жүрген дұрыс негізінде. Сабинаның кухнясын қарап жіберейік. Қараңыз. Бәрі орында. Шаң көп үйінде. Шкафтардың ішінің өзінде ашып қараған кезде былай шаң көрініп тұр. Специально к приходу никто не убирался. Живем, как живем. Түсінікті. Енді көп тамақ дайындамайтын көрініп тұр енді. Бірден көрінеді, кәдімгі жаңағы газдың беті жабық тұр, одан кейін жаңағы болады ғой. Бір күндік, екі күндік пәтерлер сияқты сондай бір жаңа не қалдырады екен. Болады, тек қонуға келетін деген сияқты сондай. Жай қарапайым тамақты істеп беретін дүниелер көрмедім мен. Холодильнигіңізді миниатюрный екен, өздеріңіз семьяларыңыз сияқты. Иә, банкалар ол бабушка берген крутила с любовью. Вот то поколение для нас и готовит. Холодильникте енді жейтін тағамын мен өзіме таппадым. Бір аптада қанша уборка жасайсыз? Бір аптада бір рет. Бір аптада бір рет, кішкентай пәтерде бір аптада бір рет. Влажный уборка. Иә, үлкен пәтерлерде 2-3 апта тұра береді. Столдың үстінде көп қылшықтар тұрды. Ол ана стенаға тақалып тұрғаннан кейін ба, көп уақыт сүртілмегенін көрдім, сразу байқадым. Бірер сәттен кейін біз аналардың сізге қойған бағасын білеміз. Шаш демекші, бала еңбектейді деп жатырмыз. Егер бала сол анасының енді кез келген қонағының шашын жеп қойса, ол қауіпті ма? Әйелдерде мынандай да фанатизм көп. От крайности в крайность. Жаңағы Сабинур айтады да, шашта жата береді, шашты да жеп жүре береді дейді да. Ал Айша ханым айтады, мына жерде қала қолын күндіз кешке дейін жуа бермейді деп. Я, жуу керек, тамақ жасардың алдында жуу керек. Бірақ енді фанатично баланың қолын бетіп күндіз кешке дейін сықылай беруді дұрыс емес. Жаңағы шындық бар, бала микробқа үйрену керек. Әйтпесе, ол бәрібір ертең бала бақшаға барғанда сол микробпен кездеседі, мектепке барғанда сол микробпен кездеседі. Бұл жерде мынандай слишком фанатичный болудың қажеті жоқ та. Бірақ та мына жерде микробқа үйрену керек бала, бірақ та все равно таза ұстау керек деп ойлаймын. Потому что қатты зиян микробтар көп болса, бала содан ауырады ғой. Айтыңызшы, осы еңбектейтін бала үйде бар болатын болса, мысалға, енді тым болмаса еденді күнара жуып тұрған абзал? Дұрыс деп ойлаймын. Бір рет жаңағы жуып өту керек, бала кішкентай болған кезде. Бірақ енді ол күніне 20 рет барып жуа беру деген сөз емес. Потому что глисты бар, астрицы бар, олар көп болып кетсе, бала ауырады все равно. Баланы қанша битсең, сонша битеді бала. Негізінде ше, соны түсіну керек болды. Оны қанша көтерсең, нормадан артық асырып жіберсең, ол нормадан төмен патологияға ұшырайды. Баланс болу керек, баланс болу керек. Мен бәріміз өстік қой, мысалы помидор жеп отсаң, бәрденен жел өретті, ананың ішіне топырақ. Ештен оны сүрт жей салатын едік қой. Былай. Сол кезде біз өлген жоқпыз ғой. Жоқ, бұл жерде өлу емес. Ол кезде экология басқа болған, қазір басқа деп айтатындар да бар. Басқа ештеңе жоқ, ол адамдардың фантастикасы ғой. Сонымен, Сабинур, рахмет тәжірибеңізге, ашық барлығын бізге түсіндіріп айтып бергеніңізге. Сарапшылар өз пікірін білдірді, аналар да. Енді аналарымыздың сізге қойған бағаларын білсек. Сабинур дым. Сонымен Айша, өзіңіз бастайсыз ау дейме әңгімені, өйткені екіні қойған жалғызсыз екенсіз үй шаруасына. Енді үй шаруасына дегенде бұл кісі Сабинур ханым айтып отыр. Мен шетел асып көп жүремін,
жаңағы үйде ешқандай тіршілікпен араласпаймын деп, тамақ жасамаймын деген несіне қарағанда, енді мен жаңағыдай қатты прямо не емеспін, жаңа шаңға не деп жаңа айтып отырсыздар ғой, мен прямо көп шаң көрдім. Сабина, ренжімейсің? Мен отырған жерім стол тақалып тұрған болатын негізі стенаға. Біз келген кезде қонақ қылып ортаға жайған кезде мен отырған жерім қылшық көп болды. Баласын аузынан кішкене шаштар алдым деген сияқты. Кірген жерде паласы енді қатты не болғаннан кейін ренжімейсің, енді шын мен андай бұл жерде мен білем, бұл бағдарламаны көріп жүрмін ғой қаншама. Біздің қазір қойған балымыздан мен ұтып кетем деп өзім балымды асыру үшін өйтіп қойып отырған жоқпын. Потому что мен білем, кәдімгі как положено солай. Ал жаңағы бала күтіміне қарағанда біз үшін жаңағыдай жерде жалаңаяқ мұзда жерде жүру деген, су ішу деген, сол бала күтім шаңды аузына салып деген сияқты, ол маған жат не болғаннан кейін сол үшін деген қойға қойдым. Қаттандай сынай бермеймін негізі, тек тамаққа көп мән беремін. Міндетті түрде үйде тамақ болу керек деген менің өзім ойым. Өйткені еркек адам бар, бала бар деген сияқты, сол үшін ғана 3 қойдым. Тамақ үшін үй шаруасына 4 қойдым. Өйткені сөйлескен кезінде ол кісі айтқан еді, жақында ғана келдік. Енді мен ол кісіні түсінем, мүмкін үлгермейтін де шығар, үйді кішкене шамалы жинасы. Мен ойымша 4 деген лайықты сияқты. Өйткені мен ондай прям Мауглидің үйіндегідей ештеңе көрмедім. Нормально бір күні бар, бір күні жоқ. Не сияқты менің ойымша енді. Бәріміз идеальный емеспіз ғой мына жақта. Жарайды. Бала тәрбиесіне 5 деп қойдым. Өйткені мен көріп тұрмын оның ана махаббатын. Баласына бәрін жасауға тырысады. Енді бала өскенмен Сабинур да өзі өсіп өзгереді деп ойлаймын. Көңіліңізден шығып жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Әділ? Әділ. Әр адам әр ойын Білдірді? Я это уважаю. Я благодарна за вашу оценку. Сабинурдың аналық болмысына берілген бағаларды білдік. Ертең кәсібін кәдімгі пирожки сатудан бастап, қазір пытырлатып дүкендер ашып жатқан ана Айша Қадылбековамен танысатын боламыз. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Өйткені тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы. Осыны ұмытпайық.